Баршаңызға сәлем. Қыздар, бүгін сіздермен бірге мынадай әдемі браслетті, білезікті тоқып үйренетін боламыз. Мен бір түсті бисер ғана алдым. Сіздер екі түсті, үш түсті, бұны қалауларыңызша 4 түс араластырсаңыздар да болады. Арасынан екі түс қосып та араластырып істесеңіздер де болады. Маған осы бір түс ұнады. Содан кейін бір түспен жасап отырмын. Ал бізге ол үшін не қажет болады? Бізге бисеріміз ғана қажет, ине жібіміз ғана қажет болады. Мен полиэстер жіп алып отырмын. Инем, карабин, тағатын карабиндеріңізді аласыздар қалауларыңыз бойынша. Және бисер. Менің бисерім прециоза. 9 номерлі прециоза. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша аласыздар. Ал кеттік онда бірінші жібіміздің ұшына стопырный бисерімізді қадап қоямыз. Әдеттегідей 15 см қалдырамыз ұшынан. Стопырный бисерімізді қадаймыз. Енді 19 бисер алатын боламыз. Қыздар, міне 19 бисерімді іріктеп өткізіп алдым. 5-ден бөле қояйын, не? Он 19 бисерімді өткізіп алдым. Енді осыған бір бисер инеме аламын да, біреуін сырып қойып, келесінен өтетін боламын. Тағы да кірпіш қалағандай қалайтын боламыз. Екінші, біреуін өткіземіз, тағы біреуден өтеміз. Тағы бір бисер. Тағы бір бисер. 1, 2, 3, 4. Енді тағы біреуін жасайтын боламыз. Тағы бір бисер алдым. Біреуін өткізіп, келесінен өтетін боламыз. Бесеуінен өттік. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеуден өттік. Жібіміз жоғардан шығып тұр. Енді инемізге 2 бисер алатын боламыз. Міне 2 бисер аламыз инемізге. Осыны келесі бисерден өтетін боламыз. Міне осы жерде мұқият болыңыздар. Міне 2 бисер. Жібіміз шығып тұр. Жанындағы келесі бисерден өтетін боламыз. Сонда бізде 3 бұрышымыз пайда болады. Жібімізді қаттырақ тартамыз. Сонда бізде міне жоғарыда мынандай бұрыш пайда болады. Келесі, енді соңына дейін, мына тізбегіміздің соңына дейін дәл осылай өткіземіз. Бізде енді 4 бас пайда болу керек. Келесі. Ең соңғы, міне, стопырный бисерімізге жеттік. Соңғы бисерімізден өткіздік. Енді міне қараңыздар. Бізде бұл жақта 4 болады. 1, 2, 3, 4. Тізбегіміздің бір шетінде 5, бір шетінде 4 болады. Оның барлығы қазір жөнделіп, түзеліп кететін болады. Енді тоқмамызды кері айналдырамыз да, жоғарғы басына дейін тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4,
Міне, мынау жаңағы қосқан екі бисерімізға жеттік. Соның бір шетінен өтеміз. Міне, мынау жаңағы қосқан екі бисеріміз болатын. Осыдан өттік та, бесінші, жаңа 4 бас еді ғой, енді 5-ші басын осылай жасадық. Тура осы жерде, мұқият болыңыздар, браслеттеріңіз ұзындығы өз жаңағы біткенге дейін, өзіңізге қажетті браслеттің ұзындығын тоқып біткенге дейін, дәл осылай екі бисерден қосып отырасыздар. Міне, жібіміз мына жерде, келесі бисерге екі бисерді өтетін боламыз. Өтіп, енді міне туырлап қоямыз. Бұл біздің браслетіміздің ең үшкір жері болып есептеледі. Ары қарай кеттік. Дәл осылай біреу. Міне. Біреу. Міне екіншісін жүріп жатырмыз. Үшінші. Және соңғы 4-ші бисерімізден өтетін боламыз. Мына соңғы бисерімізді мүлдем тоқымаймыз. Осы жерден бұрыламыз, айналдырып, жоғары қарай қайтатын боламыз. Осы жерден мынау қалады. Ол біздің мынау шығып тұрған бұрышы. Міне, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деген сияқты, міне, осы бұрышы. Міне, дәл осы бұрыштарды әр қатарды тоқыған сайын дәл осылай бір-бір қатардан қалдырып кететін боламыз. Қазір енді мына ұшына жеткенге дейін тоқып көрсететін боламын. Қыздар, міне, жоғарғы жағына келіп қалдық. Тағы бір бисерімізді аламыз да, ең жоғарғы ұшына дейін, міне, ұшына шықтық, ұшына келдік. Енді осы жерде тағы екі бисер аламыз. Тағы да екі бисер аламыз. Келесі бисерімізден өтеміз. Бұрышы пайда болды. Енді дәл осылай мынау 4-шіге дейін келеміз. Бір бұрышын тағы қалдыратын боламыз. Соңғысына келіп қалдық. Міне, соңғы бисерімізді аламыз да, 4-ші бисерімізден өтетін боламыз. 1, 2, 3, 4. Мына биік бұрышменен қосып санағанда 5 болып есептеледі. Міне, 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 6-шы болып тұр. Оны тоқымаймыз. Дәл осы жерден біреуін жеткізбей, мына жақта біреуін қалдырдық қой. Дәл солай бұл бетте де біреуін қалдырамыз да, дәл осы жерден бұрылып, кері қайтатын боламыз. Міне, болды. Болды, қыздар, бары осы. Дәл осылай қатар етіп тоқып кете бересіздер. Дәл осылай қатар етіп тоқып кете бересіздер. Ең соңында жоғарғы жаққа келген кезде, қазір көрсетіп жіберейін, жоғарғы жаққа дейін. Міне, қыздар, жоғарғы жағына дейін келдім. Қазір мына карабинді қалай тағатындарыңызды көрсететін боламын. Бұны міне жоғарғы жағына келіп тұрмыз ғой. Осы жерде екі бисер алуымыз қажет еді ғой. Міне, екі бисер төмен қарай түсуіміз керек еді. Дәл осы жерде екі бисер емес, 4 бисер, 3 бисер өздеріңіздің қалауларыңызша аласыздар. Арасына карабинді қосып кетесіздер. Міне, дәл осылай 2-3 рет айналып өтетін боласыздар. Мынау соңындағы карабин таққан жерді де дәл осылай жасасаңыздар болады. Болмаса, мына екі ұшын біріктіріп жасасаңыздар болады мына жерден. Мына жерден жалғасаңыздар болады былайынан. Мен олай жалғағым келмеді, себебі мына жақта ашық орын көп қалып кететін болды. Сол себепті былай ортасынан ғана жасадым. Міне, екі ортасынан ғана мына жерден қостым. Сіздер қаласаңыздар былай жақындатып мына жерден қоссаңыздар болады. Мына жерден қоссаңыздар болады. Ол өз еріктеріңізде енді. Видео ұнаған болса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар.
Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге сәттілік тілеймін.